Қазақ әдебиетіндегі 20 ғасырдағы жаңа дәуірін бастаған Бейімбет Майлиннің орны ерекше. Бейімбет Майлиннің туындылары, прозалық, драмалық шығармаларының барлығы бүгінде біздің асыл қазынамыз. Бейімбет Майлиннің бірнеше туындылары әйел теңсіздігіне арналған. Осындай өзекті мәселелерге арналған шығарманың бірі Шұғаның белгісі. Хикаятта ескі қазақ қоғамындағы кезекті мәселе әйел теңсіздігі. Бірін-бірін сүйген жастардың махаббат бостандығы әңгіме болады. Әлеуметтік теңсіздік кедергі болып, армандарына жете алмаған байдың қызы аяулы Шұға сұлумен кедейден шыққан мақтаулы оқыған жігіт Әбдірахманның қайғылы тағдыры суреттелген. Есімбек бай қызын кедей жігітке бергісі келмей, олардың жолығысуына тыйым салады. Онымен де тынбай, өтірік жала жауып, Әбдірахманды айдатып жібереді. Осындай қатыгез зорлықтан іш құса болған нәзік жанды Шұға айықпас дертке шалдығып қайтыс болады. Айдаудан босатылған Әбдірахман сүйікті ғашығы Шұғасына асығып жеткенде, қайран арудың қазасының үстінен шығып, бордай егіледі. Өзіне қалдырған хатын оқып, көз жасын көл етеді. Қорыта келгенде, Бейімбет Майлин әңгіме жанрын ерекше әрлеп, классикалық биікке көтере отырып, шығармада Шұға қыздың тағдыры арқылы сол кездегі қазақ қоғамының өмір сүру бейнесінен көрініс тапқан.